Кез келген адам ешқандай жұмыс жасамай, әйтеуір өзінің инвестициясына немесе бір жерден оған ай сайын ақшаны түсіп тұрған қалайды. Тек қана инвестицияның түсетін пайдасына қалай өмір сүреміз? Сондай дәрежеге қалай жетеміз? Қандай қадамдарды орындау керек? Негізгі қандай дүниелерді білу керек? Осы видеода сол туралы талқылаймыз. Видеоға ең алдымен, авансым лайк басып қойсаңыздар болады, себебі көрген адамдардың барлығына пайдалы болады деген ниеттемін. Бұл видеоны мұқият көріңіздер, себебі дәл осы видеодан кейін сіздің инвестиция көзқарасыңыз өзгеруі мүмкін, жалпы өміріңіз өзгеруі мүмкін да. Сондықтан бірден айтып алайыншы, мен кішкене тамағым ауырып тұр, сондықтан арасында деп жөтеліп қоюым мүмкін. Сондай, біз бүгін нені қарастырамыз? Сіздерге мен кәдімгідей есептеуін көрсетейін да, қалай пассив кіріске жетеміз және сол инвестицияның түсетін ақшасына қалай өмір сүргіміз келеді. Кеттік. Онда видеоны бастайық, бүйтіп дейміз бе? Бірден дисклеймер жасап алайыншы. Пассив кіріс деген тап-таза күйінде жоқ. Яғни сіздер егерде бір бизнестан немесе акцияны сатып алып қойып, өміріңіздің аяғына дейін ештеңе істемей, сол акцияларға қарамай әйтеуір ақша түсіп тұрады десеңіздер, ондай болмайды. Ондай болмайды, себебі біз айына кемінде бір рет, хотя бы айына бір-екі рет компаниялардың жағдайын көріп отыруымыз керек. Қаржылық жағдайлар не болып жатыр, соны көріп отыруымыз керек. Әйтпесе, мысалы, компанияда басшылар ауысып кетуі мүмкін, дивиденд беруін тоқтап тастауы мүмкін, немесе компания банкротқа ұшырауы мүмкін, әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сіз сатып алған акцияларға солардың барлығын біз айына бір рет болса да бақылап отыруымыз керек. Яғни біз бұл видеода 100% пассив кіріс туралы айтпаймыз. Айына бір-екі сағатты жұмсап, жұмыс жасайтын осындай акциялар, инвестициялар жасап, сол арқылы табатын табыс туралы айтамыз. Түсінікті ғой да, сразу анандай жылдам табыс тауып алғысы келетін, ертең миллионер болып кеткісі келетін адамдар, сіздерге бұл видео арналмаған. Ондай ертең миллионер болып кету, жылдам табыс деген в принципе табиғатта болмайды. Сондықтан көздеріңізден розовый очки шешіңізде, осы видеода нақты айтылатын дүниелерге назар аударыңыз. Ыңғайлы болу үшін мен есепті бір Қазақстанның орташа примерно жалақысы туралы айтайын. Орташа жалақысы 300 мың болса, мен ондай емес, бір $500 дейін да. Яғни сіздің ай сайын тауып жататын ақшаңыз қанша десек, орташа есеппен $500 дейік, бір 220 мың, 230 мың теңгенің шамасында болуы мүмкін да. Одан көп болса, сіз сол есебіңізді соған қарай нақтылайсыз, егер де азырақ болса, тоже соған қарай нақтылайсыз. Яғни сіз айына бір $500 табатын адам ретінде инвестиция жасай отырып, бір күні сіз айына $500 сізге уже жұмыс жасамай-ақ инвестициядан түсетін дәрежеге жетуіңіз керек та. Енді оны қалай жасаймыз? Бірінші момент, бірден ертеңнен бастап, келесі айдан бастап сізге айына $500 түсетіндей дәрежеге жеткіңіз келсе, қанша ақша табуыңыз керек? Орташа есеппен алған кезде акция, облигациялардың жылдық табысы процентпен, дивиденді дейікші. Дивиденд деген сол компания бізге, акцияның бізге түсіп отыратын ақшасы да. Біздің салған ақшамыздың 5% шамасында болады, доллармен. Теңгемен әрине 15-20% болуы мүмкін, бірақ біз теңгенің инфляциясы басқасы бар, ұзақ уақытты қаластырғанда доллармен сөйлесейік та. Яғни сіз айына $500 тауып отыру деген сөз, жылына 500 көбейтілген 12 ай, $6000 табуыңыз керек. Ал $6000 деген қандай соманың 5%? Ол бұлай есептейтін болсақ, $120 мың 5%-не тең да. Яғни сіз айына $500 тауып отыру үшін бірден қазір акцияларды $120 мың сатып алып қоюыңыз керек. Сосын сіз ойлауыңыз мүмкін, так, Еркебұлан, сен не қуатсың? Қайдағы $120 мың? $120 мың бар болса, осы видеоны көрудің қажеті қанша, өзімізде жасай беретін едік қой деуіңіз мүмкін. Сондықтан видеоны, мынау қуған әңгіме екен деп өшіре салуға асықпаңыз да. $120 мың сізде қазір жоқ болуы мүмкін, бірақ сонда да пассив кіріс $120 мың жетуге бізде мүмкіншіліктер бар. Ол үшін не жасаймыз? Ол үшін біз ай сайын инвестицияны белгілі бір күнде, яғни алгоритм жазыңыздар. Біріншіден, әрбір айдың белгілі бір күнінде ақшамыздың бір бөлігін инвестиция жасауымыз керек. Яғни, егер де сізде $500 бар болса, ай сайынғы табысыңыз $500 болса, соның 15%-ін инвестиция жасауға болады. Бірінші қадам. Яғни, ай сайын белгілі бір күнде $75 инвестиция жасайсыз. Екінші қадам.
Егер де сіз мақсатыңыз дивиденд алып отыру болса, онда дивиденд беретін жақсы компанияларды таңдап аласыз. Бұл бір. Екіншіден, бір ғана компанияны таңдап алмайсыз, бірнеше компания таңдап алуымыз керек. Себебі мысалы бір секторда банкрот болуы мүмкін, бір секторда кризис болуы мүмкін, бір компаниялар кризис болуы мүмкін. Сондықтан компаниялардан бөлек ETF деген дүниеге назар аударасыз. Exchange Traded Fund. Сол жерде мысалы сіз $70 200 акция, $70 60 акция, $70 500 акция сатып алу деген сияқты әртүрлі жолдары бар. Сол жолдарды қарастырасыз. Бұл екіншіден. Үшіншіден, облигация деген дүниені қарастырсаңыздар болады. Егер де діни көзқарастарыңыз кейбіреуіне қарсы болса, оны өздеріңіз нақтылап аласыздар. Кімнің қандай дінде екенін білмейміз да. Бірақ егер де біз бұл жерде қаржы туралы сөйлесіп жатырмыз, сондықтан жолдардың бәрін айта берейін. Облигациялардың ішінде мысалы мынандай түрлері бар. Қазақстанның облигациялары, Қазақстанның гособлигациялары мемлекеттік, немесе корпоративті облигациялар деген болады. Шетелдің облигацияларына тым қымбат болса, соның негізіндегі ETF-тарды сатып алса болады. Яғни сіздер екінші қадам осы тақырыпта кішкене қаржылық сауаттылықтарыңызды арттырасыздар. Компанияның ішкі қаржылық жағдайын зерттеу, облигация, ETF дегендерді зерттеу, сол қадамдарды үйренесіздер. Және үшіншіден, болашағыңызды нақты жоспарлап аласыздар. Мысалы алайық, сізде осыдан дивиденд түсіп тұрады дейік. Сол дивидендті, мысалы сіз дейтін бір $100 ай сайын акция алып жатсыздар. Одан 5% дивиденд түсіп тұру мүмкін. Ол дивидендті ары қарай не істейміз? Біз ары қарай тоже түскен дивидендқа акцияны сатып аламыз. Біз оны сложные проценты деп атаймыз. Сложные проценты деген қалай жұмыс жасайды? Ол үшін біз calcus.ru деген сайтты ашып, сол жерде калькулятор инвестиций деген бар. Соны басып есептеп көрейік. Мысалы, стартовый капиталыңыз сіздің жаңағыдай $75 болуы мүмкін, процент годовых дивидендтің беретін 5%, сосын акцияның өсуі мүмкін бір 9-10%, 15% болуы мүмкін да. Сіздің мақсат қанша уақытта $120,000 жетуіңіз мүмкін, соны есептеу да. Сондықтан дополнительный вложение дейді, $75 болуы мүмкін. И басында көрейік, қанша жыл жинауымыз мүмкін $120,000 жету үшін. 10 жыл деп қарайтын болсақ, 10 жылдың ішінде сіз $20,000 ғана жинайды екенсіз. Яғни 10 жылда сізде $500 айына түсіп тұратындай жағдай болмайды. Егер де сіз ай сайын $75 инвестиция жасайтын болсаңыз. Яғни сіздің жасыңыз 20-да болса, немесе 25-те болса, 35 жасыңызда уже пенсияға шыға алмайсыз да, дәл осындай ақшамен. Бірақ 20 жылды қарайтын болсақ, 20 жылда бізде $113,000 жиналады екен. Яғни бір 22 жылды қарайтын болсақ, уже көбірек ақша жиналады. 22 жылда $155,000 жиналады екен. 21 жылды қарастыратын болсақ, 21 жылда сізде $133,000 жиналады. Дәл осы сәттен бастап, яғни 21 жылда сіздің жасыңыз мысалы 22-23-те болса, сіз өміріңізге әсер етпейтіндей просто $75 ай сайын инвестиция жасап отырсаңыз, үшінші қадам ретінде сізде болашағыңызды уже қазірден бастап жоспарлай берсеңіз болады. Яғни 23-тен 44 жасыңызда сізде ай сайын $500 просто айына 1 сағат уақытыңызды жұмсау арқылы түсіп отыратын болады. Яғни болашақты нақты жоспарлармен есептеп отырасыздар. Бұл сізде үшінші қадам. Енді сіздерге осы қадамдарды үйреніп алсам жеткілікті екен, болды, енді байып кетем екен деп ойлау керек па? Ол үшін сіздерге дивидендті алған кезде қандай принциптарды ұстану керек, соны қарауымыз керек. Ең біріншіден, дивиденд сізге қолыңызға түссе, оны бірден шығарып алып жұмсап тастамайсыз. Түскен ақшаға қайтадан сол акцияларды сатып аласыз. Бұл біріншіден да. Екіншіден, сіздер акцияның бағасының өсімі болады, акцияның бағасының құлайтын кезі болады. Солардың барлығын нақты зерттеуді үйренесіздер. Және үшіншіден, осы стратегияда максимальный дисциплина ұстанасыздар. Сосын негізгі табыс көзі ретінде инвестицияны алғашқы уақыттарда қарастырмайсыздар. Дәл осы қадамдарды орындасаңыздар, сіздерде дивиденд түсіп тұрады. Мысал келтірейін, қандай компанияларға мысал ретінде инвестиция жасауға болады? Әрине, мен айтты екен деп дәл сол компаниялардың акциясын сатып алып жүрмеңіздер. Бұл жай ғана мысал ретінде осы компанияларды көрсеңіздер болады. Ең біріншіден, дивиденд аристократтары деген компаниялар бар, сол тізімді қарастырып көрсеңіз болады. Яғни міне Google-ға мен қазір жазам, дивиденд аристократ деп.
сіздер орысша жазсаңыздар да болады, оны көресіздер да. Дәл осындай компаниялардың тізімін қарастырып көруіміз керек. Оның ішіне әдетте 67 компания кіреді, соның тізімін көріп алсаңыздар болады. Яғни оның тізімі бізге не үшін керек? Осы 67 компанияда қай компания қандай дивиденд береді, соның барлығы жазылған. Мысалы AT&T компаниясы бізде 7-6% дивиденд беруі мүмкін. Біздің есебімізде жаңа айттық қой, 5% есепті. Мысалы 7-6% болса, сізге $120 мың емес, уже мысалы там $110 мың, одан да азырақ ақша жинауға болады. Мысалы Walgreens Boots Alliance деген бар, Alliance деген компания бар, ол 8-2% дивиденд береді. LEG деген компания бар, ол 6-5% дивиденд береді. Мысалы MMM деген компания бар, 3M деп аталады, ол 5-6% дивиденд береді. Яғни сіздерде дивиденд аристократтары дегеніміз, ол соңғы 25 жыл бойы дивиденд беруін тоқтатпаған компаниялар. Содан кейін тағы бір вариант, мысалы Америкада US Treasuries деген бар, сондай облигация, яғни Американың үкіметіне қарызға беретін ақша, соған инвестиция жасаңыз 4-75% дивиденд береді. Қазақстанның мысалы корпоративті облигациялары, олар 13%-ке дейін сізге дивиденд беруі мүмкін. Корпоративті емес, үкіметтік облигациялар, мемлекет гособлигацияларда, корпоративтік облигациялар 20%-ке дейін дивиденд береді. Осылардың барлығын уже есептеріңізге қолдана отырып, сіздер өмір бақи дивидендқа өмір сүретін жағдайларға жетуіңізге болады. Видео сіздерге пайдалы болса, менің осы видеома лайк басып қойыңыздар, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Дәл осындай Еркін ТД деген Инстаграмда, Телеграмда барлық жерде бар. Соларға тіркеліп қойыңыздар. Ал менің курстарыма тіркелгілеріңіз келсе, бұйырса 1 қазан күні біздің курсымыз басталады. Қазір ең жоғарғы скидкамен тіркелу жүріп жатыр. Курстарым туралы кішкене айтатын болсам, ол жерде сіз қаржылық сауаттылықты үйренесіздер. Басынан бастап ақшаны қалай дұрыс санау, жалпы экономикада қандай әсерлері болады, өміріңізге банктерден алатын кредиттар, қарыздар, ипотекалар, депозиттер, олардың барлығымен жұмыс жасау қаржылық сауаттылық бөлімі бар, қаржылық ұстанымдар бөлімі бар. Мысалы, қаржылық ұстанымы дұрыс адам мен қаржылық ұстанымы дұрыс емес адамдардың айырмашылығын сіздерге көрсетейін. Бір мысал бар да, мысалы бомжға 2000 теңге берсең, ол оған мысалы бомж деген немесе сондай ақшаны жарату білмейтін адамға 2000 теңге дейтін примерно бір күнге жететін ақша. Бірақ оған 200 мың теңге берсек, ол 200 мың теңгені де жұмсап тастайды, сақтап қоймайды. 2 миллион берсең, 2 миллионды да жұмсап тастайды, сақтап қоймайды. Себебі ол ақша сақтауды үйренбеген, ұстанымы дұрыс емес. Ақшаны дұрыс сақтауды үйренетін адам, ақшаны мына масштабы дейді ғой, айына 500 мың теңге табатын адам мен 1 миллион теңге табатын адамның арасында ұстанымдық айырмашылықтар болады. Яғни сол қаржылық ұстанымдарды үйренесіздер, және үшінші бөлімі инвестицияны үйренесіздер. Дәл осындай пассив кіріс жасау, немесе жалпы балаларымыздың болашағына, мысалы мен өзімнің қызыма бұйырса қазір жаңадан туылды, 3 миллион теңге жиналып қалды, болашақта оған 400-500 миллион теңге жинасам деген жоспарым бар. Ол 18-ге толғанда дәл сондай инвестициялар жасаймын да. Өзіме инвестиция жасаймын, портфелімде қазір $10,000 жиналып қалды. Дәл сондай инвестицияны үйренем десеңіз, сол үшінші бөлім. Осылардың барлығын қосқанда бағасы қазір 400 мың теңге болады курстың, және ең алғаш тіркелген кісілерге қазір 20-30-40%-ға дейін скидка бар. Ол сіз қашан тіркелгеніңізге байланысты. Сондықтан бұл видеоны көрсеңіз, курсыма тіркелгіңіз келіп тұрса, міндетті түрде мына 8-771 684-53-23 деген WhatsApp нөмерге жазыңыз, курсқа тіркеліңіз. Бұл жерде сіз ерте тіркелгеніңізге орай, мысалы 400 мың теңгеден сіз мысалы 30% скидка алуыңыз мүмкін. Ойлаңыздар, 400 мың теңгеден 30% скидка дегеніміз, ол тіпті 280 мың теңгеге тіркелулеріңіз мүмкін. Тіпті мысалы сондай уақытыңызға қарай, мысалы 35% скидка болуы мүмкін. Жазыңыздар, курстарға тіркеле беріңіздер. Келесі кездескенше.